Сәлем достар, бүгін осындай өріктен тура дүкендегідей болып шығатын сок әзірлейтін боламыз. Алдыменен менің осы видео рецептімді толықтай көріп, арнама тіркеліп, лайк, комментарий басуды ұмытпаңыздар. Біз алдыменен осы согымызды әзірлеу үшін өріктеріміздің барлығын осылай өзінің яғни тастарынан тазалауымыз қажет болады. Мен өрігімізді екі қайтара жуып алдым, бойындағы шаңдардың барлығын кетіру үшін. Осылай барлығын тазартып аламыз, екіге бөліп өріктерімізді. Дайын болған өріктеріміздің үстіне суымызды құямыз. Су яғни салқын болса да бола береді, ол ыстық суға қарамайды. Барлығын осылай араластырып, кейін осындай блендеріміздің көмегімен езіп аламыз. Нағыз егерде сіздерде блендер болмаған жағдайда ол ештеңе етпейді, отымызға қоя берсек болады сол күйінде де. Мен осылай блендердің көмегімен барлығын езіп алдым осылай. Барлығы езілгеннен кейін отымызға қойып қайната берсек болады. Енді отымызға қойып, өріктен жасалып жатқан согымызды бір қайнатып алдым. Қазіргі бір қайнағандағы согымыз бетіне осындай бұл көбігі шығады, бірақ көбігін қазір алмаймыз, жай ғана осылай араластырып жібереміз. Барлығын осылай араластырып аламыз. Кейін отымыздан түсіріп, согымызды осылай сүзіп алуымыз қажет болады, себебі бойындағы өріктің тамырлары қалып кетеді, соның барлығын осылай сүзгімізбен сүзіп тазартып аламыз бойынан. Көріп тұрғандарыңыздай бойынан осындай өріктен шыққан тамырлардың барлығы қалады. Ендігі дайын болған согымызды менікі қоюлы болып кетті, сол себепті үстіне тағы да су құйдым. Яғни ол қазір банкіге құйып жапқан уақытта да суыған кезде одан әрі қоюлана түседі. Енді үстіне қантымызды салып, қант мөлшерін енді өздеріңіздің өріктеріңізге қарай, өріктеріңіз тәтті болған жағдайда көп салмаймыз. Кейбір қышқыл өріктерге көбірек бірге бір салуды қажет етеді. Осылай қантымызды салып, тағы да отымызға қойып, бір қайнатып алуымыз қажет. Ендігі қайнаған өрігіміздің бетіндегі көбігін осылай сүзіп аламыз. Өріктен жасалған сок ол екі қайтара қайнатқаннан дайын болады. Осылай барлығын сүзіп, согымызды әзірлеп аламыз. Кейін согымызды банкімізге құйып жауып алсақ та болады. Мен банкіге құйып жауып алдым. Банкіні алдын ала стерилизациядан өткізу қажет, яғни отымызға чайнек қойып, үстіне банкімізді қойып алдым. Осымен біздің согымыз дайын болды. Өріктен жасалған өте дәмді болып шығады. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет.